Барлықтарыңызға сәлем. Бізге бүгінге берілген тапсырма JS-тан бізге 3 есеп беріледі. Біз сол 3 есепті рандом адамға түсіндіруіміз керек. И ол көре түсіне аласың деймін. Короче, бізде бірінші 216 есеп түсіндірейін. Мынау бізде общий берілгені. Бізде берілгенде мынау массивтің ішінде админ деген запретить етілген сөз осының ішінде бар ма? Соны біз проверять етуіміз керек. И оның есебі оның шешімі былай шығады. Мысалы қара. Ең басында бізде осы массив берілді ғой, users деген жаңағы ана жақта өзі берілген осы массивпен ең бірінші жазып аламыз. Const users деген бұл const деген осы массивті беретін функция болып табылады. И екінші біз осы массивпен жұмыс істейтін боламыз. Ол екінші жолында бізде result шығарамыз, const result ашып аламыз массивті. Сосын бізде users деген бағана айтқандай переменный бар ғой, өзіміз беріп алған. Сол атты users деп жазамыз да, и осы users'ты біз фильтрлау етеміз. Фильтр деген функцияны осы жерде қолданамыз. И фильтрді біз ашқаннан кейін бізде user тең user'ды жазып аламыз. User деген бұл users деген ат емес, только user ғой. Ал user деген бізде мына жақта каждый элемент болып табылады. Мысалы user 1, admin, guest деген осы үшеуі жеке-жеке бір user болып табылады. Осы жердегі user бізде бағанағы запрещенный admin деген сөз бар ғой. Осы сөзге тең емес болған жағдайда бізге результатты шығар дейді. Мынау результатты шығар дейді. Мына жерде бізде егер только бізде екі тең тұратын болса, ол тең деген сөзді береді еді. Но біз мына жерде леп белгісін қойдық. Ол леп белгісі бізде тең емес, not деген сөзді береді. Сонда біздің мына жақта терілген каждый элементіміз admin деген сөзге тең емес болған жағдайда бізде сол сөздерді шығарып бер деген функция орындалып тұр. И оның жауабын мына жақтан көрейік. Мысалы, мына қара. User 1 және guest деген екі сөзді шығарып бер. Бізде admin деген сөзді шығарып тұрған жоқ. Өйткені біз мына жақта қандай функция бердік? Типа админға тең емес қана сөздерді бізге шығарып бер деген функцияны фильтровать етіп істеп бер деген секілді функция қойдық. Сол үшін бізде админді шығармай, только user 1 мен guestті шығарып деген секілді. Консул мағынасы қандай? Консул деген ол print деген сөзді білдіреді. То есть соңындағы ең соңғы нақты ответін шығарып деген секілді. Консулдық деген соны білдіреді. Мынау 216-шы, яғни бірінші есеп, түсіндің ба? Енді келесі 217. Мен комментарийдан шығарып алайын. Оның берілгені бізде, қазір берілгеніне баратын болсақ, бұл жерде бізде тоже массив берілген адамдардың аттарымен, и оның бірінші орындалатын шарты 4 символдан көп әріптерді бізде қалдыр деп жатыр, ал екіншісінде солардың әріптерін заглавный буквамен жазып жатыр. Енді біз бірінші функцияны орындаудан бастаймыз. Жаңа айтқандай, ең бірінші осы массивті жазып аламыз. Жаңа адамдардың аттарымен names деген переменді береміз. И екіншісінде уже біз сол бойынша қайттан жұмыс істейтін боламыз. Result осының результатын шығарады. Мысалы, names деген жаңағы өзіміздің берген переменді, осы namesті жазып аламыз, и осы names дегенді біз фильтровать етеміз. Оның ішінде фильтровать ету дегенге бізде не кіреді? Мысалы, жаңа айттым ғой, user деген секілді бұл жерде name деген шығады. Name деген мына жақта каждый элемент. Бізде name.length деген. Length деген бізде сөздердің ұзындығы. Сөздердің ұзындығы бізде 4-тен көп болған жағдайда сол адамдардың аттарын фильтровать етіп бізге шығарып бер деген бұл бірінші функция. Фильтровать етіп 4-тен көп символ бар адамдардың аттарын шығарып бер деген. Жаңа айтқандай бұл бірінші функция орындалып тұр. Осы функциядан кейін екінші функция бізде not деген функция. Бұл каждый элементпен жеке-жеке тоқталып жұмыс істейтін функция болып табылады. Енді жаңағы бізде мысалы алатын болсақ, 4-тен көп бізде Алия, Нұржан, Айша осы үш есім ғой. Диас бізде 4 болып тұр. Сондықтан бұл мынау фильтровать етілген неге кірмейді, функцияға кірмейді. Сол үшін бізде Алия, Нұржан, Айша деген үш ат қалды ғой. Енді біз осы қалған үш атпен жұмыс істейтін боламыз. Жаңа айтқандай, екінші шарты бізде олардың бас аттарын заглавный буквамен жазып бер деген. Енді келесі name деген, name жақшаның ішінде 0 деген. 0 деген бұл бізде индекс. Яғни Алия болса, бізде индекс 1-ден басталмайды, 0-ден басталады. Мысалы, 0, 1, 2, 3, 4 болады да. Сонда бізде name'нің 0-ші индекс бізде A ғой, оның бас бірінші әріпі ғой. Бізде сол бірінші әріпті, сол uppercase деген бізде тоже бір функция бар. Бұл жаңағы айтқандай заглавный буква жазып береді. Яғни 0-ші индексін заглавный буквамен жазып береді дейді. И плюс деген тұр. Плюс name slice деген бар. Name slice деген бұл бізде сол жақта тұрған элементті өзгеріссіз жазып бер деген функция болып табылады. И бізде ең басындағы 0-ші индексін заглавный буквамен жазып бер, ал қалған name'нің қалған бөлшектерін бізде slice, яғни ешқандай өзгертпесіз қалдыр деген функцияны айтып тұр. Сонда ал консоль соңында осы результаттан шыққан мәнін бізге консоль шығарып бер деп тұр. Енді барып тексеретін болсақ, мына Алия, Нұржан, Айша барлығы заглавный буквамен жазылып тұр. Мына жақтағы функциялар орындалып тұр. Келесі саған 226-шы есепті түсіндіріп көрейін.
комментарийден шығарса, бұның берілгені бізде пластиктің берілгені бізде бұл жақта арнайы массив беріп тұрған жоқ, біз бұл жақта өзіміз сан беруіміз керек. Егер айтып тұрма, бізде бірінші шарт болып табылады. Егер біздің берген санымыз 3 пен 5-ке бөлінетін болса, бізде физ буз деген сөзді шарт беру керек. А екінші шарт, егер ол тек қана 3-ке ғана бөлінетін болса, онда бізде только физді шығару керек. Ал үшінші шарт бұл бізде тек қана 5-ке бөлінетін, типа ол 3-ке бөлінбейтін, ол 5-ке бөлінетін болса, бізде буз деген сөз шарт беру керек. Ал ешқандай жағдайда ешқайсысына да бөлінбейтін болса, бізде только сол числоның өзін шарт беру керек. Ең бірінші конст жазып аламыз. Конст жазғаннан кейін бізде промпт деген нәрсе бар. Бұл промпт деген бұл өзіміз сан енгіземіз, яғни enter number өзің бір сан енгізесің деген секілді. Не болып табылады? Функция болып табылады. Number деген не үшін numberді қоямыз? Біз жаққа только промпттың өзін ғана бере салуға болатын еді. Промпттың өзін берген кезде біз не істейміз? Ол кезде біз текст жаза аламыз, яғни сөз жаза аламыз, сандар жаза аламыз, символдар бере аламыз деген секілді. А если number деген тұратын болса, бұл бізде бұл жаққа только число ғана жазуға болады деген нені сондай мәнді береді. Только біз бұл жаққа число жаза алатын кезде ғана осы numberді береміз. Енді бізде if else деген шарттың түрлері бар. Енді біз осы функцияға саламыз. Ең басында бізде берген шарт қандай еді? Ол 3 пен 5-ке бірге бөлінетін болса, бізде физбуз деген общий сөз шарт беру керек болатын. Егер деп бастаймыз. Егер жақшаның ішінде бізде n деген біздің терген санымыз бар. Мынау n дегенді біз обязательно мына жаққа жазып аламыз. Өйткені біздің сандарымыз бір-бірімен сәйкесу керек қой. Біздің терген санымыз 3-ке бөлінсе дегенді білдіреді. 3-ке бөлінсе және ол тепе-тең 0-ге, яғни біздің берген санымыз 3-ке бөлініп, еще ол қалдықсыз 0 шығатын болса, мынау бізде екі осындай белгі, ол және деген сөзді білдіреді. Ол орды білдірмейді, или жаңағы not дегенді білдірмейді, бұл және дегенді білдіреді, n дегенді білдіреді. 3-ке бөлінсе және 5-ке бөліне алатын болса, бізде консоль бізге физбуз деген шарт беріп тұр. Бұл бірінші шарт. Біздің берген санымызды осы бойынша бірінші тексеріледі. Егер бұл 3-ке де бөлінбейтін болса, 5-ке де бөлінбейтін болса, ол бұл функцияны осы шартты сразу сайтта астына сөйлейді. Келесі бізде else if деген. Else if деген түріне екінші шарт бар еді. Екінші шарты else if егер де ол 3-ке ғана бөлінетін болса, және ол қалдықсыз 0 шығатын болса, мысалы ол 3-ке бөлінеді, но 5-ке бөлінбей қалатын случайлар болып қалады. Сол кезде ол если 3-ке ғана бөлініп тұрған сан болса, ол кезде бізде console log физді шарт бер, физді шарт бер деген функция болып тұрады. Ал егер ол 3-ке де бөлінбей тұратын болса, бізде бұл шартты тоже ставить, автоматически ставить, да келесі шартқа түседі. Else if деп оған тоже қолданамыз. Else if та егер біздің берген санымыз 3-ке емес 5-ке бөлінетін болса, және ол қалдықсыз 0 шығатын болса, онда бізге console log бузды шарт береді. Ал егер мынау біз айтқан осы 3 шартқа да мүлдем сәйкес келмейтін болса, ол сразу астына түсіп кетеді. Else егер тіпті болмай бара жатса, бізге console log біздің терген өзіміздің санды шарт берші деген сондай мағынаны білдіреді. Сонда мына жолда бір жол 3 пен 5-ті мына 2-ге бөліп тұрмады. Мына екеуінде общий бөліп тұр. Егер сен берген саның 3-ке және 5-ке екеуіне де бөлініп тұратын болса, ол физбуз деген сөз шарт береді. Ал если екеуіне де бөлінбей тұратын болса, оны мына сайтта астына түседі. Бұл сан хотя бы 3-ке бөлінетін шығар деп ойлайды да, 3-ке барып соны тексеріп көреді. А если осыған тең болып тұрса, бізде физді шарт береді. Так, қай жерін түсіндің? Все болды. Түсіндің ба?